Ертеде отырарда біздің іңкәр өлкеде айық бұрмай тек білімнен басқаға қатар өсті екі бірдей жас бала. Қатар жүріп сан өнерге машықты, бірге оқыды, бірге ойнады асықты. Екеуіне назар бұрды елерек, өйткен олар дарындеді керемет. Таңдайымыз өріс тоймен татымақ, деп қуана езу тартты атырап. Алдарындар медресені тауысты, 12-ге жасы ілікпей жатып ақ. Сыбағасын тағдыр дара бөлгендей, өсе берді төске шауып түргірлей. Екеуіне қараған жұрт сүйсінді, отырардың болашағын көргендей. Отырарда жаны жайқын дария, ойы безбен бар еді бір қария. Сол қария бір күні екі шәкіртті құрметпенен өз үйіне шақыртты. Балақайдар, балапандар көгерім, сендерге бір сауал қойсам деп едім. Туған жан деп өнермен, өртімен екеуіңді сөз етіп жүр ел түгел. Мен де танып білсем дебем, кімсіңдір? Қандай арман жетегінде жүрсіңдір? Қандай бағыт ұстайсыңдар түбінде? Сонша неге құштарсыңдар білімге? Қане Дойыл, сен айтшы. Дойыл айтты. Жалғыз арман бар менде, шектесетін қулықпен де, армен де. Жалын ашса өнерімнің өрнегі, сонау Емен, Мысыр, Бағдат елдері түгел танып, жыр ететін таңдана, саудагер боп шықсам деймін, жан баба. Тірлігімде жабырқамай, жасымай, ата жолын қусам деймін осылай. Бой шалдырмай, бос мақтанмен өсекке, өмірімді құрсам деймін есепке. Отыласың, жебемесе желек той, бұл өнердің табиғаты ерек қой. Қаншама елмен сауда саттық жасауға, соншама елдің тілін білу керек қой. Табу үшін жұрт таппаған айланы, көру үшін жұрт көрмеген пайданы, шығу үшін жұрт шықпаған белеске, жұрттан асқан білім керек емес пе? Тілін тапсаң, кім созбайды қол үшін? Өнер қажет, білім қажет сол үшін. Қарт күрсінді. Ұлым, желік қуыпсың. Неге мұнша желтоқсандай суықсың? Бағымызға туған дарын болар деп қуанып ем, сорымызға туыпсың. Сор боларсың, одан немен табарсың? Арманыңды бәлкім қайта қарарсың. Бірақ Дойыл тұрып алды паңдана. Арманымды өзгерте алман жан баба. Ал сен қалай бағыттадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқанбай айт сырыңды, деп қария Дойылмен бір отырған ұяң шәкірт жас Әбуге бұрылды. Әбу айтты. Менде де бар бір арман, маздап жанып, қол бұлғайтын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парыз бенен махаббаттан құралған. Шамын жақсам, ғылым менен өнердің, елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азапты да шығарау, не де болса пешенемнен көрермін. Мейлі мәңгі жарымайын кейімге, мейлі түйірнан қалмасын үйімде. Мейлі ұлының еңбек етіп армен, жүргендігін ұғынбасын қалың ел. Қарлы боран қыран жолын бөгер ме? Өнеріммен тасып толам кемерге, мен өзіме ризамеспін елімнің сүйеніші болалмасам егерде. Қарт жымиды. Бәрекелде жаз жайраң, көл болмаса тоят тапсын қазғайдан. Біреуіңнің арманыңнан шошып ем, бірің міне
еттің лезде мәз мейрам. Бірің үшін күрсінумен өтермін, бірің үшін сүйсінумен өтермін. Сөйте мен дөмірден кетермін. Беттеріңнен жарылқасын тәңірім, ал жарайды, батам осы, барыңдар, отырарда туған ұлы дарындар. Әжуасын әжіміне жасырып, жылдар ақты асығып, жалын едау арман айқын өр көңіл, екі досты екі арнаға бөлді өмір. Дойыл солай өзгертпеді шешімін, дәулет оған жылдам ашты есігін. Өнер асқан саудагердің көп өтпей, Бағдат, Мысыр түгел білді есімін. Есепсіздің несібесі озар ма? Әйелін де баулыды ол созанға. Қонаққа арнап асылатын етті де өзі салып беріп жүрді қазанға. Тек байлыққа деген жұтан сарандық, жіберді оның бар өнерін қараңғып. Міне осылай жазық дарын жас тұлға, ұшырады әбілетті тозғынға. Саудагердің өзге түгіл өзінің ұрпақтары кетті мұтып аз жылда. Ал Әбуше кеңге жайды ол қанатын. Әбуіміз әрі ғалым, әрі ақын, Әбуіміз біздің ұлы бабамыз, Әбу Насыр Әл-Фараби болатын. Мәңгі лаулап жану үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға.